Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге яғни қолжетімді керосиннің пайдасын айта кеткім келіп отыр. Бұрында, яғни білесіздер, свет болмаған, жарық болмаған сол кезде ата-бабаларымыз керосинді үнемі шамға пайдаланған, жарыққа. Ендеше осының олар пайдасын да денсаулыққа көрген екен. Ендеше тыңдай кетіңіздер. Жасы келген адамдардың сәл салқын желге белі сырқырап ауыратыны бар. Бұл дерт егер қателеспесем 40-тан асқан әрбір 4 азаматтың үшеуінде кездеседі. Осы жайсыздықтан тез әрі оңай құтылудың жолын айтсам деп едім мен сіздерге. Бел сырқырап ашып ауырса, кәдімгі керосиннің көмегіне жүгіну керек. Ол үшін бір дана кір жуатын сабынның 4-тен 1 бөлігін үкіштен өткізіп, шұңғылдау ыдысқа саласыз. Оның үстіне 1,4 стақан өсімдік майын қосыңыз. Үстіне 1 ас қасық содасын салып, араластыра отырып, 50 мг керосинді асықпай құйыңыз. Бұл қоспаны әбден араластыру керек. Міне, дәрі дайын. Енді ыдыстың бетін жауып, құрғақ бөлмеге 3 күнге қойып қойыңыз. Ара-арасында қозғап тұрыңыз. Бел ауырғанда, сыздарса, ашыса, қақсаса, осы бөлме температурасындағы қоспаны жағып уқалаңыз. Оны буын-буынның сырқырауына да пайдалануға болады. Менің әжем бірнеше жылдан бері мазасын алған белдің ауырғаннан осы ем арқылы айықты. Оның алдында дәрігерлерге көрінді, дәрігерлердің айтқан дәрілерін ішті, ешқандай көмек болған жоқ. Ультрадыбыстық зерттеуден де өтті, бірақ емі табылмай, енді тұру қиындап кетті. Қыстыгүні белдің ауырған тіпті де жаман екен, әжем өте қатты қиналды. Сонда әжем өзінің жаңағы бұрынғы өзінің енесі солай пайдаланған екен, қолданған екен осы әдісті, яғни осы әдісті көрейін деп осыны жасап көрген болатын. Содан тез уақыттың арасында әжем жақсы болып, Аллаға шүкір деп жазылып кетті. Сіздер жасап көріңіздер, ауырмаңыздар.